Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері Марфуға Айтқожина. Оның есімі қазақ поэзиясында аққу бейнесімен астасып, сырлы, нәзік, терең жырларымен танылған. Ақын биыл 90 жыл жас мерейтойын тойламақшы. Ақын 1936 жылы 25 тамызда Қытайдың Шыңжаң өлкесі Құлжа қаласында дүниеге келген. 1958 жылы отбасымен Қазақстанға көшіп келіп, кейін Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін және Мәскеудегі жоғарғы әдебиет курстарын тамамдаған. Ақынның алғашқы балғұрақ атты өлеңдер жинағы 1962 жылы жарық көрді. Шыңдағы жазу, аққуым менің, киік сезім, перне, баян жүрек, аққу жүрек, аңсау, жапырақ сілкіген кеш, жапырақ жауғанда, ақ бесігім, тобылғы бүрлегенде және де басқа көптеген жыр жинақтары жарық көрді. Оның шығармалары орыс және бірнеше шетел тілдеріне аударылды. Ақынның нәзікте сырлы жырлармен қатар ел мен жерге, тәуелсіз Қазақстанға арналған патриоттық шығармалары да бар. Өлеңдеріне әндер жазылып, көптеген туындылары халыққа кеңінен танылды. Жүзіңді жасырғанмен көлегейлеп, қиялды тек айтпаған телегей деп, тәуекел теңізінде жүзген жанмын, теңізде өр толқынынан келер ой деп. Ақынның өлеңдері нәзік көрінгенмен ішкі қуаты терең, осындай керемет туындылар туған Марфуға Айтқожина халық үшін өлең жазып, халық үшін өмір сүріп жүрген жан. Көзім алды тартып кетті ау бұлыңғыр, әлде қайдан кісінейді құлын жыр. Құлын жырдың естігенде күмбірін, өз қалпыма келгендеймін бүгін бір. Қара отты көздің алды бұлдырап, жағалауда дір-дір етіп тұр құрақ. Сенің мұңлы жанарыңнан шыққандай, құшағыма келе жатты күн құлап. Сол бір күннің шуағымен нұрланып, көкірегім кетті лезде бір жарып. Күллі дүние сұлулыққа тамсанып, періштелер қабағымды тұр бағып. Жан сергітіп, салқын самал есілді, тау бұлттарын көкірегіме көшірді де жауып кетті селдетіп, ұмыттырып қуаң тартқан кешімді.